Қара зере пайғамбардың оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын хадистерінде ең көп кездесетін емдік құрал. Ал кез келген емдік құралдың шипалық әсері оны пайдалануға нұсқаған шипагерге деген сеніммен тікелей байланысты. Сол секілді бұл емді пайдалануға нұсқаушы пайғамбар оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын. Ал оған әр нәрсенің қыр-сырын үйретуші, адамзатты да, сол емдік заттарды да жаратушы, барлық нәрседен хабардар һәм барлық нәрсеге құдіретті Хақ Тағала. Қара зереде өлімнен басқа барлық ауруға шипа бар. Мына хадистерге назар аударыңыз. Әрбір дерттің дауасы бар. Егер дауа дертке дөп түскен жағдайда, оны Аллах Тағаланың қалауымен жазады. Муслим. Расында, осы қара дән өлімнен өзге барлық дертке дауа. Ахмад. Сендер осы қара зерені пайдаланыңдар. Расында, онда өлімнен басқаның бәріне шипа бар. Бухари. Халид ибн Сағид былай дейді. Ғалиб ибн Аджармен бірге жолға шықтық. Ол жолда ауырып қалды. Мәдинаға жеткенде ол ауру болатын. Оның жағдайын білу үшін Ибн Абу Атиқ келді де бізге: сендер оған мына қара зерені беріңдер. Одан алтын 7 түйірін алып, ұнтақтап, оның мұрнының екі жағына кезек-кезек маймен бірге тамызыңдар. Расында, мен Аишадан, оған Аллах разы болсын, расында осы қара дән өлімнен басқа барлық дертке шипа деген хадисті естігенмін. Бухари. Осы хадистер қара зерені күнделікті пайдалану, тіпті дені сау адамға да денсаулықты жақсарту үшін сүннет болып табылатындығына дәлел. Сондықтан да қара зеремен емделген адам пайғамбардың оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын сүннетін орындаған болып саналады. Қара зеренің қолдану тәсілдері. Ағзаның мүмкіндігі мен төзімділігіне байланысты емді қабылдау әртүрлі болуы мүмкін. Осыған сүйене отырып, әркім өзіне қажетті тәсілді таңдай алады. Ішкі қолданыс үшін ең алдымен таңертең ас ішуден 15-30 минуттай бұрын аш қарынға және кешкі тамақтан соң 1,5 сағаттан кейін 10 тамшы қара зере майын қабылдау. Тамақ ішуден 15-30 минуттай бұрын жарты шай қасық қара зере майын қабылдап, одан кейін бірден 1 ас қасық бал араластырылған жарты стакан су ішу. Үшіншісі, жарты стакан суға 1 шай қасық қара зере майы мен 1 ас қасық балды қосып, араластырып, таңертеңгі астан 15-30 минуттан бұрын және кешкі асты ішкеннен кейін 15-30 минут өткен соң қабылдау. Қара зеренің бірқатар ауруларда қолданылуы. Бас ауруы. 1 ас қасық уатылған қара зереге 1 ас қасық уатылған анис, 1 ас қасық ұсақталған қалампыр таңертең және кешке ас ішерден 15-30 минут бұрын 1 шай қасықтан қабылдау керек. Сумен ішуге болмайды, есте сақтаңыздар. Бас айналу кезінде қара зере майын шайға қосып ішет. Жақ сүйектің астыңғы жағы мен желке тұсын маймен сүрту керек. Ұйқысыздық кезінде 1 шай қасық қара зерені балмен не шаймен араластырып, кешкі астан бұрын ішу керек. Үнемі шаршап жүру кезінде 1 стакан балға 3 шай қасық алма сірке қышқылын және 1 шай қасық қара зере майын араластырып, ұйқыға жатар алдында 2 шай қасықтан жеу керек. Жүрек тұсынан шаншуы. 1 кесе ыстық сүтке бірнеше тамшы май тамызып, 1 шай қасық бал қосып ыстықтай ішу керек. Тұмау, грипп, жөтел кезінде 1,5 қатынасындағы қара зере мен зәйтүн майын араластырып, күніне 3-4 рет мұрынға тамызады. Күшті жөтел кезінде 3-5 тамшы қара зере майын тамызып, тілдің түбіне таңертең және кешке тамызады. Гастрит кезінде 500 грамм бал мен 500 грамм жол желкен жапырақтарын шырынын араластырып, қоспаны эмальді ыдысқа салып, баяу отта
5-10 минут бойы қайнатады. Салқындаған қоспаға 50 мл қара зере майын қосады. Тамақтан бұрын бір ас қасықтан күніне 3 рет ішеді. Қара зеренің мұнан басқа тұтығып сөйлеуге, ревматизм және бұлшықет ауруларына, қан қысымы жоғарылағанда, төмендегенде, варикоз, анемия, пневмония, бронхит, өкпе туберкулезі, қызу көтерілу, асқазан ішек жүйесінің ауруларына, іш қату, іш кебу, геморрой, ауыздан жағымсыз иіс шығу, бүйрек ауруына, бүйректегі тас пен құмға, зәр шығару жолдарының ауруы кезінде, құлақ, тіс ауруларына, есту қабілетінің төмендеуіне, есте сақтауды жақсартуға, гайморитке, басқа да мұрын ауруларына, көз ауруына, сүйелге, қышымаға, шаштың түсуіне, темір еткі, безеуге, буын, арқа, сүйек ауруларына, ерлер мен әйелдер ауруларына, балалар ауруына, қант диабетіне, онкология ауруларына пайдаланады. Ескерту: қара зерені белгілі бір ауруға қарсы пайдаланбас бұрын дәрігерге қаралып, кеңесіне құлақ салыңыз. Бұл қара зере майын жүктілерге пайдалануға болмайды. Осыны есте сақтаған жөн. Бұл қара зере майын пайдаланбас бұрын міндетті түрде ең алдымен дәрігерге қаралып, дәрігердің кеңесін алған жөн. Менімен бірге сондайдан болғандарыңызға рахмет. Егер де сұрақтарыңыз болса, маған қойып, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Гүлназ. Жақсы, сау саламатта болыңыздар.